Sen не қыла бер, біз темамызды айта береміз. Монтажын өзің істейсің ғой. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма бa'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Бүгін иншалла бір 3 хадис шариф оқимыз. Бұл хадистер бізді сабыр қылуға шақырады. Және де жалқаулықтың ислам дінінде ешқандай орны жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жалқаулықты ұнатпаған үшін мынандай хадис шариф бар, өткен сабағымызда айтып өттік. Бір адам пайғамбарымыздың үйіне келіп, бірдеңе сұрайды. Бер жібереді. Бірдеңе сұрайды, бер жібереді. Тағы бір күнді сұрайды, бер жібереді. Үшіншісінде істеп алады ғой. Үйіңде қандай затың бар сенің? Бір затың бар? Бар. Үйдегі затым бір мынандай кесеммен, мынандай бір көрпешем бар. Соны алып кел. Намаз оқып болғаннан кейін мынаны кім алады деп айтылады. Мынаның заты бар, кім сатып алады бұны? Кішкене қалда жақсылап көріп, мен бір дирхам қалам. Дирхам деген күміс ақша, 5-6 мың теңгелік. Болмайды дейді, бұл аздау. Екі затқа бір ақша беріп тұрсың, бұл дұрыс емес дейді. Әрі сауданы үйретіп жатыр. Сөйтті кім алады дегенде жағдай жаңадан сәл жоғарыла біреу қолын көтеріп, мен алам 2 дирхамға дейді. Бұл жерде уже 15 мың теңгеге алам деп тұр. Сатылды дейді. Қараңызда, бір нәрсеге бір нәрсе ақшасы, екі нәрсе. Мынау саудагерлерге де айтып өтетін. Мысалы, 1000 теңге алған нәрсесін 2000 теңге деп сату дінде жайыз емес. Саудада сондай нәрсе болу керек, алған адам да, сатқан адам да разы болу керек, екеуі де пайдалы болу керек. Мысалы, саудамен айналысқан адам 1000 теңге бір зат алса, 250 теңге сатса, бұған 250 теңге пайда қалды ма? Қалды. Алып жатқан адам үйінен шығып, мен осыны бір құдай қалса 500 бен 1500 бен 1250 арасында алам десе, 250 алса, бұл да риза болды ма? Болды. Осы саудаға біз халал дейміз. Егер 1000 теңге алған 2000 теңге сатқан болса, ол үшін қиын болып қалады. Неге? Бұл пайда тауып отыр. Бірде-бір пайда тауып отыр. Бірақ ана алған адам разы емес одан. Бұл нәрсе бізде екі жақтамалы болу керек. Сол сияқты жаңағы сауда алынды, 2 дирхамды алғаннан кейін пайғамбарымыз жаңа адам айтып береді. Мынаның 1 дирхамына үйіңе азық-түлік ал. Екінші дирхамына бар да балтаның басын алып келші маған дейді. Балтаның басын алып келеді. Алып келгеннен кейін пайғамбарымыз әдемілеп өзі сап істеп береді. Мана балтаны ал. Енді тауға шық да отыныңды шап, ақшаңды тау, 2 аптадан кейін мына жаққа қайтып кел. Маған қайтып кел. Сенің бұрынғы жағдайыңмен қазіргі жағдайыңды салыстырайық. 2 аптадан келсе, жаңа қарны тойған, жағдайы жақсы бір адам келіп тұр. Сөйтті пайғамбарымыз бүйтіп бұрылып қарап, мынау бізде сөз бар, берген қол алғаннан артығырақ деген, жақсырақ деген бар ғой. Сол сияқты сенің біреулердің қолынан келіп ақша сұрағаның ертең қиямет күнінде бетіңнің қарайып тұруына себепші болады деді. Одан аз да болса тұрақты өзің жұмысың болған артық дейді. Қара. Бізде жалқаулық болып, жаңағы жұмыс жоқ, болмай жатыр, ақша аз да бүйтіп жатып алу деген нәрсе жоқ. Бізде әрекетте берекет деген бар. Өткенде айтып өттік қой. Сахабалар хадистерді риуаят қылып жатыр, 6000 хадис, 5000 хадис, 3000 хадис. Сонда ойлайды адам. Сонда сахабалар жұмыс істемейді. Только пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдында отыра беретін бе еді? Мазалайды, дұрыс па? 6000 хадис. Жоқ. Екі қара сахабалардың ауызбіршілігі. 2 адам келіседі екен. Бүгін азаннан кешке дейін сен жүресің, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанында. Мен сенің азық-түлігіңді өзіммен қосып табам, тамақ. Барады да біреуі пайғамбар алдында отырады. Пайғамбарымыз бүгін мына тақырыпта мынандай деді деп жаттайды. Кейбір кезде жазып алады. Сөйтті екеуі кешке жолға тұқтаннан кейін қара. Бүгін сенің мен табылған ақшадан мысалы 10 мың теңге табылды, мына 5 мың теңгесі сенікі. Енді сен пайғамбарымыз алған неңе мағлұматың баған ақтар дейді. Ол айтады. Ертесіне енді сімен ауысады. Мынау жұмыс істейді, мынау пайғамбарымыз қара. Осылай ілім өстіп үйрен деді. Менің жұмысым бар деген сөз бұрын қара бірінші ислам түскен уақытта да желеу емес еді, қазірде желеу болып қалмайды біздің ислам дінін үйренуіміз үшін. Біреумен келіссек, немесе бос уақытта осындай аптада бір рет жолығып, аз ғана да болса исламнан пайдалануға болады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жалқаулықтан қорғану үшін жігіттер мына дұғаны көп істейді екен. Аллахумма аузу бика минал аджзи вал касали. Бұл деген сөз Аллахым, мен жалқаулық пен әлсіздіктен саған сыйынамын дейді. Қара. Бұл дұға не білесіздер ме? Бізге жалқаулық пен әлсіздіктен қорғайды. Тек қана бүйтіп дұға қылдым мен, Аллахым мені әлсіздік пен жалқаулықтан қорға, мен саған сыйынамын дегеннен кейін жаттым. Бұл ислам дінінің бізге істеген насихат емес. Біз бірінші бір жұмысты бастау үшін Аллах тағалаға мадақ, пайғамбар салат айтып дұға қыламыз, одан кейін тұрып әрекет қыламыз. Тек әрекет
Дұрыс емес, неге әрекет болып, Аллах тағаламен байланысымыз болмаса бізге береке болмайды. Тек дұға қылып жатсақ, бізде әрекет болмаған үшін Аллах тағала бізге байлық та бермейді. Ойла. Азаннан кешке, я Аллахым маған байлық бер десек, біреу келіп біздің есігіміздің алдына келіп, шелекпен ақша тастап кетпейді, сумкамен. Сен дұға қылғаннан ғой бүгін сол дұғаң қабыл болды деп. Ондай нәрсе жоқ. Әрекетте берекет болады. Ал қазіргі оқитынымыз екі хадис, үшіншісі әрі хадис, әрі дұға болады. Мынау хадис шәрифте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деді. Қала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Минал ансари сәәлу. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Ансарлардан, яғни Мәдина халқындағы Меккелікке жәрдем берген мұсылмандардан бір адамдар келіп, пайғамбарымыздан жәрдем сұрапты. Фәәтахум, пайғамбарымыз да бұларға жәрдем беріпті. Сүммә, арадан біраз уақыт өткеннен кейін сәәлуху, және келіп пайғамбарымыздан жәрдем сұрап, жаңағы бір жамағат адам. Фәәтахум, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы соғаларға жәрдем беріпті. Хатта нафида ма индаху, өзінде қалмағанша ақшасын, жаңағы құрмасын, суын жәрдем қылып пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам беріп өтті. Фақала лахум хайна инфақа кулли шайин биядихи, және оларға былай депті. Мен қолымдағы барлық заттарымды сендерге беріп жібердім. Сендер екі рет сұрадыңдар менен, бердім. Енді қалмады деп тұр ғой. Ма якуну инди мин хайрин фалан аддахираху анкум. Бірақ дейді, менің қолымда ештеңе қалмады. Сендер үшін ең қайырлысы жәрдем сұрағаннан сұрамағандарың дейді. Омен естафиф юиффахуллах. Кім-де-кім жәрдем алудан намыстанатын болса, біреудің бар қолынан маған ақша берсе, мен жұмысым жоқ, менің ақшам жоқ деуден өзін сақтайтын болса, Аллах тағала оны әзіз қылып қояды екен. Біреудің қолына қарамайтын қылып қояды екен. Омен юстағни юғнихуллах. Және кім-де-кім осыны жалғастыратын болса, Аллах тағала оны байда қылып қояды екен. Өзім мысалы үйде 2 кило ұн, 1 кило шекерім бар, бірақ күрішім жоқ, палау жегім келіп тұр. Бірақ алхамда көзім тоқ, мен осымен тамақ жейін, бұлайға осыны амалдайын, келесі айда айлығындағын жақсылық жеймін ғой деп өзінің көзін тоқтыққа үйренетін болса, Аллах тағала соны байық қояды екен. Юғнихуллах, байық қояды екен. Көзін тоқтыққа үйреткен адам бай қылады екен. Уәмен ятасаббару юсаббаруху Аллах. Егер өзін сабырлыққа үйрететін болса, өзін, ол да Аллах тағала оған сабырдың ең жақсысын беріп қояды екен. Уәмә уъти ахадун атаан хайран. Аллах тағаланың берген ең қайырлы нәрсесі бір адамға дейді. Уәаусаған ең әдемісі минас сабыр. Ең кеңі, ең жақсысы адам баласына берілген жақсылық бұл сабыр екен. Қараңыз, бұл хадисте біздің айтатынымыз. Сұраған қол дұрыс болып саналмайды. Мен осы жерде отырмыз 8-7 адам, бәріміздің деніміз сау, альхамдулилла, қолымыздан жұмыс келеді. Осындай жастағы, осындай состояниедегі адамдардың тұрып жұмыс деген абзал екен. Біреудің қолына сұрау дұрыс емес екен. Мискинге берілген бір ақшадан пайда болады ма, садақа қабыл болады ма? Болады. Жағдайы жоқ адамның жағдайын дұрыстасақ жәрдем болады ма? Болады. Бірақ біз қолымыздан жұмыс істеу келе тұра, аз айлықты бір жұмыс шығып тұрса да, біреудің бар қолынан сұрағаннан сол аз айлықпен барып күн көргеніміз біз үшін артық болып есептелінеді екен. Екінші хадис шәрифімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұлай бұйырды. Бисмиллахиррахманиррахим. Кім-де-кім, сахабалардан бір бөлігі келіп, Алланың елшісі, ансарлардың көпшілігі бай дейді, бай. Олар дейді, сенің жолыңда садақа беріп жатыр, зекет беріп жатыр, құл бостандық қылып жатыр, құлды бостандыққа шығарып жатыр. Біз есе дейді, кедейміз. Олармен дәрежеміз тең болмай тұр. Бізге бір солармен дәрежесі тең болатындай бір байлық, немесе бір амал үйретші дейді. Біз соған қарап, жаңа ғибадат істейік. Сол олар бай болып жәннатқа түсіп кетеді дегенде, сонда біз жәннатқа түспейміз ба дейді ғой. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай айтады. Ат-тухур шатрул иман. Тазалық иманның жартысы дейді. Жігіттер, бұл жердегі тазалық мынау киімнің ластығынан таралу немесе тек дәрет алу емес. Әрі денемен, әрі рухани тазалық. Жүректі де таза ұстау, жиннің, шайтанның уәсвасасынан. Одан кейін айтады: "Валхамдулиллах тамлаул мизан." Бұл Аллах тағалаға альхамдулилля деп шүкір ету, бұл мизан дейді. Ертең қиямет уақытында біздің таразымызды толтырып қояды екен. Ойла.
Azанда шықтық, ішіп жедік, немесе шықтық. Бәрі сау, бәрі ояу, рызқымыз бар, жұмысымыз бар. Альхамдулиллах деп жүректен айттық. Біздің қияметтегі таразымыз толды деген сөз. Істеген күнәнің бәрін басып тастады. Вальхамдулиллах ва субханаллах дейді. Тамлаан болмасам дейді, ау тамлау ма бейна самауати вал ард. Альхамдулиллах дегеннен кейін субханаллах деп Аллахқа мадақ айттық қой дейді. Осы дейді аспан мен жердің арасына бүкіл дүниені толтырып тастайды. Сондай сауап алады екенбіз. Екі сөзбен. Бірақ шарты. Жаңа ат-тухр шатрул иман деді ғой, тазалық иманнан жартысы. Жүрек таза болады. Ширк қосылмаған, Құдайдан қорқылған, дүниеви ешқандай амалды күтпеген, тек қана ниеті Аллахтан қорқылған адам альхамдулиллах субханаллах десе, қара, аспан мен жердің арасында қандай айырмашылық бар, соның бәрін сауаппен толтырып тастайды екенбіз. Және де хадистің жалғасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, мына Құр'ани Карим дейді, сендердің жақсылықтарыңа немесе жамандықтарыңа қиямет күні куәгерлік қылады дейді. Жасымыз 25-ке, 30-ға келіп жатыр, Құдай қаласа. Осы 30 жасымызға дейін неш пара, неш бет, неш қатар Құран оқыдық. Егер оқымаған болсақ, не болды біздің ақырымыз? Алла сақтасын. Тозақ болып қалуы мүмкін. Неге? Біз айттық қой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде бұйырды, иқрау әл-Құр'ана, Құр'ани Каримді оқыңдар, фаиннаху яати яумал қияма, себебі бұл Құр'ан қиямет күні келеді. Шафиған, шапағатшы болып, ли асхабихи, өзін оқыған иелеріне дейді. Егер Құранды оқысақ, тек оқудан мақсат, иқрау деді ғой пайғамбарымыз, оқудан мақсат оқып, оқығанға амал қылу. Тек отырып, азанда тұрып, ясин уал Құранил хаким иннека ламинал мурсалин деп 6 бет 7 бет оқыдық қой. Бұл сауап болуы мүмкін, бірақ бізге шапағатшы болып Құранның келуіне жеткіліксіз болады. Өмірімізді Құранға арнайы қылуымыз керек екен. Және де хадистің жалғасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бүкіл адам баласы күнде үйінен шығады дейді. Және де өздерінің нәпстерін сатады дейді. Кейбіреулер ұтады, кейбіреулер ұтылады дейді. Бұл жердегі нәпсті сату, бәрімізді рызқымызды іздеп азанда шығамыз. Біреуміз мұғалімбіз, біреуміз бизнестеміз, біреуміз саудагеріміз, біреуміз дәрігеріміз. Шығамыз. Осының арасында халал рызық табу үшін пара алмасақ, біреудің аманатына қиянат қылмасақ, біреуді ренжітпесек, біреудің арқасына жұмыс істемесек, біздің ақырымыз иншалла хайырлы болады. Яғни нәпсімізді сатқанымыз жақсы жерге сатқан боламыз. Ал бірақ намаз үйде оқыдық, мамдатты, көшеге шықтық, өтірік сөйледік. Аманатқа қиянат қылдық. Біреудің қызына, қарындасына жаман көзбен қарадық, арам оймен қарап қойдық, Құдай сақтасын. Біз нәпсімізді сатқанымызда ұтылып қалдық. Пайғамбар саллаллаху бұл хадисіне негізі келіп тұр. Жәннатқа түсу де, тозаққа түсу де өте оңай. Тек жүректі сол жаққа бұрасың болды. Жүрегіміз егер жамандыққа бұруға ыңғайлы ма, бұрдық па, тозақымыз. Жақсылыққа бұруға ыңғайлы ма, бұрдық па, иншалла жәннатымыз. Үшінші хадис шәрифте, бұл хадистің әрі сабырға, әрі де мынандай мәселе бар. Басымнан қиыншылық кетпей жатыр. Көзіме жин шайтан көрініп жатыр. Енді не істесем болады? Түнде ұйқым дұрыс болмай жатыр деген адамдар бар араларымызда. Достарымыз бар, басқалар бар. Осыларға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына дұғаны үйреткен. Бисмиллахиллади ла ядурру ма'a исмихи шай'ун фил арди ва ла фис сама'i ва хувас сами'ул алим. Бұл дұғаның мағынасы. Аллах тағаланың атымен жаратылған, немесе Аллах тағаланың жаратқан ешқандай нәрсесі аспан мен жердің арасындағы маған зиян келтіре алмайды деген дұға. Жынды Аллах тағала жаратты ма? Жаратты. Шайтанды Аллах тағала жаратты ма? Жаратты. Уасвасы, жүрекке қорқу. Немесе адамның шайтандары, жындары бар. Осыларды кім жаратты? Аллах тағала жаратты. Біз осы дұғаны азанда 3 рет оқысақ, кешкеге дейін, күн батқанға дейін, екі иығымызда екі періште болады екен. Бізге келетін тіл көзден, бәле жаладан, тілсіз дұшпандардан қорғайды екен. Егер түнде оқысақ 3 рет, күндізге дейін бізді осы бәлелерден қорғайды екен. Бұл деген сөз бәледен қорғайды деп кешегі сабақтарымыз айтып отырық. Осы дұғаны 3 рет оқып, біреумен ерегісіп таяқ жапқа бұндай емес мәселе. Мәселе тілсіз жау. Көз тию, басқа тию. Осы мәселе. Бұл біздің бүгінгі хадистерімізден бір қорытындысы. Аллах тағала өзінің елшісіне не бұйырды? Жалқаулықтан ұзақ болуды және сабыр етуді, сұраған қолдан, берген қолдың артықшылығын осы хадистерді біз айтып өттік. Аллах тағала хадистерге амал етуімізді нәсіп етсін иншалла.